Дөрекі адамдарға қалай жауап беру керек? Ең алдымен сабыр сақтауға тырысыңыз. Дөрекілік көбінесе адамның өзінің проблемаларынан туындайды. Сіздің реакцияңыз оны одан әрі қоздыруы мүмкін. Кейде ең жақсы жауап үндемеу. Егер дөрекілік сізге тікелей бағытталмаса, араласпауға тырысыңыз. Бұл жағдайды ушықтырмауы мүмкін. Егер дөрекілік сізге бағытталса, шекті белгілеңіз. Менімен бұлай сөйлеспеңіз, немесе мен бұл әңгімені жалғастырғым келмейді деп айтуға болады. Өзіңізді қорғау маңызды. Ашулану немесе ренжу қалыпты реакция. Бірақ эмоцияңызды басқаруға тырысыңыз. Терең демалып, жағдайды бағалаңыз. Егер дөрекілік үнемі қайталанып тұрса, көмек сұраудан қорықпаңыз. Достарыңызбен, отбасыңызбен немесе кәсіби кеңесшімен сөйлесіңіз. Сізге қолдау қажет болуы мүмкін. Дөрекілік сізге әсер етуі мүмкін. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Сүйікті істеріңізбен айналысып демалыңыз. Сіздің психикалық денсаулығыңыз маңызды.